Гүлдей жайнап, аман есен жүр. Мақсат. Бақзат бол, аман бол. Гауһардай жайнап жүр. Ұлтымыз аман болсын, ата-анаң аман болсын. Күлімдеп жүр. Рахмет. Осымен сабағымызды қызықты етіп бастаймыз, я? Отырамыз, кән? Отырмас бұрын неден топқа бөлініп алайық. Бір-біреуден аламыз. Қайтып. Кән, алайық. Бірінші топ неге топқа отырады, екінші топ отырады. Топ болады, екінші топ. Бүгінгі сабағымызды, жаңа сабағымызды бастамас бұрын үй тапсырмасын сұрап алайық. Сендерге мына судың ішінде үй тапсырманың сұрақтары бар. Сол бойынша тауып, сұраққа жауап береміз. Және оның ішінде қазақ халқы жеті атамызды білуіміз керек, жеті атамызға жауап береміз. Қандай ашасыз? Жоқ, ашпаңдар. Бақ Вавилон қаласында орналасқан. Өз әкем Ержан, атам Қалдыбек, арғы атам Қошар, бабам Құралбай, түп атам Сырлыбай, тек атам Шыныбай, ұл атамның Жарылқасын. Екінші сұраққа жауап береміз. Сендер екінші сұрақтан басында қарап аламыз. Қандай сұрақ екен? Екінші топ дайындалып отырайықшы. Бақты салуға не себеп болды? Патша жанын көрдім. Патша жағының көрініп деп жарына өз арнап. Патша өзінің сүйікті жарына арнап Аспалы бақылды. Патшаның сүйіктісінің аты кім екен? Семирамида патшайым. Екінші топ қаны жауап берейікші. Патшаның сүйікті жарының есімі кім? Шын есімі Шамуратка, грекше Семирамида. Жеті атамызды айтайықшы. Өз әкем Бекболат, атам Сайлыбай, арғы атам Аман, бабам Нұрлыбай, түп атам Кейсен, тек атам Жұматаш, ұл атам Тұрдалы. Екінші сұраққа жауап береміз. Аружан, Жауса, мынадан сұрақты оқимыз. Бақтың қойылып кетуіне жойылып кетуіне не себеп болды? Кім айтамыз? Екінші топ тезде жылдамдық. Бүкіл елді шайып кетеді. Үшінші сұрақ. Кім қазба жұмыстарын жүргізді? Робот Колу ТВ. Жеті атамды айтшы. Өз әкем Ержан, атам Алтынбек, арғы атам Әмір, бабам Әліш, түп атам Сандыбай, тек атам Сандыбай, ұл атам Қондыбай. Еді жауап бергендерге мен ақша арқылы бағалаймын. Бірінші сұраққа жауап берген
тұрған жерім қазақтар ерте заманнан бері қарай таңбалы тас, таңбалы жар немесе таңбалы мұра деп атаған. Кейбір жерлерде тасқа осындай қошқар мүйізді таңбалы тастар шығады, иә? Жарнамадан көрсетеді, жаңалықтардан көреміз, иә? Келесі айтатын алтын адам. Алтын адам 1970 жылдарының басында Есік қорғанында Сақтар тайпасының жас көтерілім зираты табылды. Дәлірек айтқанда, Алматы облысы Есік қаласының солтүстігіндегі Есік өзенінің сол жақ жағалауында темір дәуірінен сақталған Сақ облысынан табылған алтын киімді Сақ жауынгерінің мүрдесі. Қазір ол мұражайда сақталып тұр, иә? Алтын адамды. Келесі домбыраны кім айтады? Қазақтар ноғайлар және қазақтар мәдениетіне бар екі ішекті көп пернелі музыкалық аспап. Алғаш эпикалық домбыра күй толғауларда пайдаланылады. Домбыра ежелден қазақтардың тарихи аспабы болып есептелінеді. Келесі аспалы көпір. Маңғыстаудың аспалы көпір. Маңғыстау жерасты мешіті кей кезде Бекет ата жерасты мешіті деп те атайды. Дерекке сүйенсек, Бекет ата 1750 жылы толып, емші көріпкел ғана емес, физика, астрономия, математика, заңдылықтарын жақсы білген ғұлама ретінде аты танылған. Бұхарада оқып, ілім жинаған соң өз өңіріне қайтып келіп, 5 мешіт салдырады. Дін ғұламаларында арасында атақ даңқы өсіп бір атанады. Пайғамбар жасында дүние салады. Келесі өзіміздің киіз үйімізде қазақ халқының көшіп қонып жүргенде пайдаланатын баспанамыз. Кәусар, айтып жіберейікші. Орталық және Орта Қазақстан киіз үй орталық және Орта Азия халықтарының негізгі баспанасы. Орталық және Орта Азия халықтарының көшпелі Тұрғын үйі. Ол көшпенділердің тез жетіп Шапшаң жүруі және яғни көшіп қонуға ыңғайлы үйі. Көшпенділердің киіз үйі тарихымыздағы ең алғашқы сәулетті құрылысы. келесі бәйтерек. Бұл қай жерде? Астана қаламыздың символы, иә? Кәдімгі көріп беріп тұрған бәйтерегіміз. Бәйтерек Астана қаласындағы сәулетті құрылыс кешені, сәулеттік өнерінің бірегей туындысы, елордамыздың ең көрікті ғимараттарының бірі. Металдан, әйнек және бетоннан жасалған бұл терек сәулет құрылыс жағынан да биіктелген. 105 метрлік металды құрылысынан салмағы 1000 тоннадан асатын 500-ге жуық қададан жасалады. Бәйтерек нысаны 3 бөліктен тұрады. Жерасты бөлігі ұлттық тамыр жоюы, ал одан кейінгісі еркендеу кезеңдерінің нышандары. Ең жоғарғы жағында аялы алақан композициясы орналастырылған. Қазіргі уақытта Астанаға саяхатқа барған немесе қыдыруға барған адамдар сол бәйтерекке шығып, өз армандарын қолын қойып, армандарын орындайды. Ал келесі Яссауи кәдімгі қазіргі Түркістан қаласында 15 ғасырда тұрғызылған. Ол жерде Ахмет Яссауи қайтыс болғаннан кейін сол жерге барып жерленген. Және сол жер қазір адамдар мұсылман халқы сол жерге барып зиярат етеді. Ендігі бұдан да басқа және әлемде көптеген жеті кереметтер бар екен. Біздің енді Қазақстан бойынша облыста 7 керемет жер бар екен. Соны көрейік видеода.
Ең бірінші Көкшетаудағы Бурабай шатқалы еске келеді. Одан басқа, еліміздің ұланасы шекарасына табиғат сыйлаған ғажайып орындар жетерлік екенін білесіздер ме? Біз бүгін тек жетеуіне ғана тоқталып өтеміз. Қарқаралы таулары қазақ майда шоқырларының шығыс бөлігіндегі тау массиві. Олардың биіктігі 1403 метрге дейін жетеді. Тау беткейлерінде қарағайлы ормандар кездеседі. Алайда, бұл орынның басты ерекшелігі мұнда мұз дәуірінен қалған өсімдіктердің жұрнағын сирек кездеседі және жоғалып бітіп бара жатқан өсімдіктерді кездестіруге болады. Шатқал үлкен аумақты алып жатыр. Бұл мекен әлі көпшілікке танымал емес, әрі саяхатшылардың келуіне қиын. Мұнда табиғат аққор түсті керемет ландшафт жасап шығарыпты. Бағзы замандарда көп ғасыр бұрын бұл үстірттің орнында теңіз болған. Топырақты қазып жіберсеңіз, теңіз жәндіктерінің тас болып қатқан қалдықтарын, акулалар мен теңіз түбін мекендеген өзге де мақұлықтардың сүйегі мен тісін тауып аласыз. Табан қарағай үстіртін аспан астындағы пейіш деп жиі атайды. Алматы облысының тура орталығында орналасқанымен, ол саяхатшылар үшін толық зерттелмеген, әрі жету де оңай емес жер болып келеді. Алайда, осында жете алған табанды фото суретшілерге берер бұл мекеннің сыйы бар. Мұндағы пейзаждарда қызық пішінді жапырақтар да, асқақ тауларда, алуан түрлі гүл өсімдіктер мен көмкерген алқаптар да бар. Бұлт торлаған аспан астында үйір-үйір жылқы, табын-табын сиыр. Язевое көлін Алтайдың Қазақстан жақтағы бөлігінің Меккесі деп атауға болады. Ол теңіз деңгейінен 1685 метр биіктікте, қатын мұздығын бір тармағы өтетін қаттарда орналасқан. Ұзындығы 3 шақырым, ені 800 метр, тереңдігі 10 метр. Жұрттың шеткі шыңдарының бір бөлігі. Мұнда табиғат қиялына ерік беріп, ақ түсті ерекше ландшафт жасап шығарған. Бұл шыраның басты ерекшелігі пішініне қарап, азуат алып кеткен екі әктас шың. Олардың түбінен ұшына дейінгі биіктігі 200 метрден асады. Аздаған адам қадірлеп соқпақ жол саяхатшыны қарама-қайға алып шығады. Ол жерде бойжырақ қамалдар қабының айрықша көріністері ашылады. Алтын немелі тауы моңғол тілінен шығады және алтын ер дегенді білдіреді. Бір аңыздар бойынша 1219 жылы Шыңғыс ханның әскері орталық Азияны жаулап алуға аттанып, осы алқапты кесіп өтіп бара жатқанда, күн батып бара жатқан шақта сарайға шөп жабылған тауларды көріп, ұлы қолбасшы алтын ер деген екен. Алтын немелі суы шын мәнінде сырттай қарағанда ер тоқымға ұқсайды. Алтын немелдің бір көркі Іле өзенінің түбінен жел ұшып келген құмнан түзілген әнші шағылдар. Құм түйірлерінің бір-біріне үйкелгендегі дыбыс. Бектауата тау сілемдері, солтүстік Балқаш маңы оазисі. Балқаш қаласынан солтүстікке қарай 70 шақырымда орналасқан. Теңіз деңгейінен 800 метр биіктікке асады. Сол үшін оны Балқаш маңы шамшырағы деп атайды. Бектауата шатқалында жүздеген өсімдік түрі өседі. Олардың 45-і сирек кездеседі, ал 8-і қызыл кітапқа енгізілген. Сұңжық қоя әр облыста өзінің керемет ғажайып жерлері бар екен. Көрдік қоя біз көрмеген неше түрлі ғажайып жерлер бар екен. Енді тапсырма орындаймыз, дәптерді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз.
және дефис арқылы жазылатын. Кім түсіндіріп кетеді? Бірге жазылатын сөздердің. Гүлчехра? Гүлнұр. Бірге жазылатын сөздер дегеніміз екі кейде үш сөзден құралған аң, құс, жан-жануар тұлғалары сақталып бірге жазылады. Мысалы, қара құйрық, қызыл орда, тасбақа деген сөздер. Келесі. Гүлчехра. Бөлек жазылатын Бөлек сөздер. жазылатын сөздерге бөлек жазылатын республиканың аты, қалалар немесе тағы басқалары кіреді. Оларға мысал үшін ежелгі адамдар, Египет мұнаралары, тағы басқа сөздер кіреді. Олар күрделі сын есімдерге кіріп жазылатын сөздер есептелінеді. Дефис арқылы жазылатын сөздер. Қолдана. Тегіс кез келген жерде кідіріс жасамайды. Тегіс сызықша секілді мазмұнның еш әсер етпейді. Тегіс сызықшадан қысқа болады. Енді тақтадағы тапсырманы орындаймыз. Төменде сөздердің бірге я бөлек жазылатынын анықтап, тарауға бөліп жазамыз. Қайсы топ тез бітеді екен көрейік? Бірге топпен істейміз қан, оқушылар. Екі минут уақыт берем. Бөлек жазылатын сөздер көк қызы, сары жілік, құм бетеге, қой жусан, сары аяз, кіндік бау, әліпте, сиыр, ағаш түтек, ақ қоян, қара бидай, мүйіз жапырақ, үрке тауық, алып сатар, кіндік бала, бір жолада кей адам, аш үйде бір жұмыс. Бұл жерде қайсы? Әке, Несі қайсысы біреу күрке тауық сен айтқан едің ғой, қосылған деп. Ол күрке тауық бөлек жазылмайды. Қосылып жазылады. Одан кейін мүйіз жапырақ дегенде қосылып жазылады. Келесі. Болды қояқ жалғандаш. Келесі тапсырманы, 7-ші тапсырманы ауызша істеп кетейік. Уақыт болып жатыр. Кітапқа қараймыз. 50-ші беттегі 7-ші тапсырманы ауызша істейік. Көп нүктенің орнына астындағы тірек сөздерді қойып жатамыз. Қойып айтамыздан, Гүлчехра білімсіз. қолына қазақ халқының ұлттық аспабы. Ұлттық аспабы. Екінші сөйлемге кім айтады? Домбыра. Домбыра басы, құлағы, мойны, ағаштарды жасалады. Домбыра, басы, құлағы, мойны, Домбыраның тәрізді ағаштардан жасалады, иә? домбыраның құрылысында құлағы, перделері, шанақ, қарағай, ішектері жатады. Сүйек. Тегі, Үшіншісі сөйлем қате болды. Туралап айтшы.
Ілеміз.